Баршаға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз шиеден банка жабатын боламыз. Яғни шиенің вареньесін жасайтын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жазда біз осылай банка жабумен өтетін боламыз, иә. Және де банканы дұрыс бұрау жолын сіздерге де үйрететін боламын. Егер банка бұрай алмайтын болсаңыздар, менімен бірге бұрасаңыздар болады. Рецепті сақтап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Міндетті түрде дәл осы рецептпен сіздерде банка жауып көріңіздер. Банкаларыңыз атылмайды және де 1 жылға гарантия шыдап береді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен біз шиелерімізді жақсылап 2-3 мәрте таза суға жуып алатын боламыз. Менде ол кез видеоға түспей қалды. Өкінішке орай осылай барлығын жуып алғаннан кейін қазанымызға салып 2 жаудай су құямыз. Одан кейін жақсылап бір қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін егер көбігі көп болса, көбігін алып тастаймыз. Егер де көбігі аз шығатын болса, алмаймыз. Одан кейін бір қайнағаннан кейін дәміне қарай осылай шекер салатын боламыз, яғни құмшекер. Дәміне қарай саласыздар. Негізі барынша варенье тәтті болса, біздің банкамыз ешқашан атылмайды. Осылай жақсылап кемінде 2 сағат қайнататын болсақ, біздің шиелеріміз кішкене көлемі кішірейеді. Одан кейін біз банканың қақпағын осылай қайнаған суға салып, кішкене қайнатып аламыз. Байқасаңыздар, мінекей менің вареньем дайын. Енді варенье дайын болғаннан кейін осылай қайнап тұрған суымызға банкамызда салатын боламыз. Банка кемінде 5 минутта демделіп тұру керек, яғни буланып тұру керек. Осылай 5 минуттан кейін біз қайнап тұрған вареньеміздің астын өшіріп, вареньелерімізді құятын боламыз. Міндетті түрде вареньемізді ыстық кезде құйыңыздар. Суып қалған кезде құюға болмайды, өйткені атылып кетуі мүмкін. Сол себепті ысып тұрған кезде құйып банкамызды бұрап аламыз. Енді қыздар, біз банканың крышкасын алып, осылай жапқышпен ақырын кішкене қысатын боламыз. Осылай қысып, осылай жапқышымызды ақырын кішкене қысып аламыз. Сосын 20-25 мәрте айналдыратын боламыз. Бір айналдырған сайын кішкене жапқышымызды қысып отырғанымыз дұрыс. Сол кезде біздің банкамыз жақсы жабылады. Қыздар, мінекей рецепті сақтап алыңыздар, және де пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын. Сіздермен болған Алтынай. Менің парақшама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Сіздер де уже банка жабуды бастап кеттіңіздер ме? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта менің YouTube каналыма басқа да көптеген рецепт түрлерін салатын боламын. Сіздермен болған Алтынай. Сау болыңыздар.